Атышулы сіздің постыңызбен. Елді шулатып жібердік қой. Баланы қалай министрге болып отырғызуға болады, осы мен таңғаламын да. Ұрлаушылар, өйткені мына интеграция жоқ, база арқылы мемлекеттік қаражатты бермеуіміз керек. Министрлерді алып, бір түлкі басқа былай бір аптаға қалдырсақ, кез келген сала ол тонау үшін жаратылған бағдарлама деп айтуға болады. Біздің қай бірінші вице-премьер 3 бөлмелі пәтерде тұрады, айтыңдаршы. Біз тек қана Ресейдің экономикасына тәуелді болып қалдық. Сапархан Омаров қазір тексеріліп қайтадан нете ма? Бұл үшін жауап бере ма? Бәлкім оның әкесі оппозиционер, сол үшін ба ешкім не онымен жұмыс істегісі келмей ма? Қайырлы күн. Қош келдіңіз Мұхтар аға. Шақырғаныңызға рахмет. Ұлы сұхбатының алғашқы қонағы өзіңіз боласыз. Құтты болсын мына жаңа шаңырақтарыңыз. Құтты болсын. Бірінші рет келіп отырмын ғой. Рахмет сізге. Біз осы мәселені жалпы сұхбатты ұйымдастырудың басты себебі ол Сберге қатысты өткендегі сіздің мәлімдемеңіз, одан кейін өрбіген оқиғалар. Ал бүгін дәл осы бір сағат бұрын біздің премьер-министр Асқар Мамин Сберге қатысты бір шешуші мәлімдеме айтқан сияқты. Сіз оқыған шығарсыз, не ойлайсыз ол туралы? Біз көрермендерге оқып берейік, қандай цитата. Өйткені мен Жолшыбай рөлмен келе жатқан кезде мен байқадым, бірақ көрермендер естісін. Ол жерде қысқаша мағынасы, бұған дейін Huawei, Microsoft, Amazon сияқты үлкен компанияларға да ұсыныстар түскенін, бірақ осы ұсыныстардың барлығының ішіне іріктей келген кезде Сбербанк қазақтардың жеке мәліметтерін, деректерін қорғауға ең ыңғайлы платформа ретінде таңдалды деп отыр. Өйткені олар жаңағы адамдардың кодтау дейді ғой, кодтауға рұқсат беріп отыр мәліметтерді. Өзіміздің Қазақстанның ішінде яғни жасайды. Базалар, деректемесі шетелге шықпайды дегенде. Сол үшін жаңағы уәж ретінде келтіріп отыр қазір. За это мы несем ответственность, правительство несет ответственность, и мы обеспечим эту задачу. Но с точки зрения дальнейшего развития нашего государства, с точки зрения цифровой трансформации, это просто необходимость. И мы должны работать в этом направлении, и мы в качестве партнера сегодня работаем с группой Сбер. Енді маған сұрақ. Осыған қатысты, енді сіздің пікіріңіз, сіздің ұстанымыңыз өзгерді ме? Жалпы Сберге бұрын да қолдай қойған жоқсыз, қазір осы шешімдерден кейін? Енді мына меморандум жайлы мен қыркүйектің басында былай жазғанмын. Осындай түсініктеме меморандум қол қоюға дейін өткізу керек еді. Өйткені бұндай жаңалық меморандумға қол қойылды, уже қойылды. Ешқандай талқылау, немесе жарайды біз былай тұрайық. Бірақ IT нарық бар ғой, IT компаниялар бар ғой. Оларменен бұндай талқылау, немесе оларға хабарландыру болған емес. Басқа да мынандай тәртіп бар. Кез келген үкіметтің өкімі, постановление дейді ғой, кез келген бұндай үкіметтің өкімі алдымен 2 апта бұрын Legal.Lux деген сайтқа жариялау керек. Сол 2 аптаның ішінде адамдар сол жобаны оқып, танысып, талқылайтын еді. Осы меморандумға қатысты үкіметтің өкімі мынандай талқылаудан шыққан жоқ. Ол нақты осы ережелерді бұзды. Төбеден жай түскенде хабарласады дейсіз ғой. Жай түсті бізге. Бірақ ол заңға да қайшы. Ол тек қана менің ниетім бұл жерде емес, ол заң. Кез келген министрліктің бұйрығы, немесе үкіметтің өкімі, ол алдын ала жобасы жариялау керек еді. 17 күн құпия болды ғой бұл меморандум, естеріңізде болса. Қыркүйектің 4-сі күні меморандумға қол қойылды. Мына Путин мен 2 президенттің көзінше меморандумға қол қойылды. Сосын 17 күн біз бейхабар отырдық. Меморандум ішінде не жазылған? Рас па? Сол меморандум қыркүйектің 20-шы күні ғана жариялады ғой. Мен все-таки біздің
атышулы сіздің постыңызбен Елді шулатып жібердік қой өткен аптада. иә, оған біздің де қатысымыз бар, бірақ біз сіздің жазған постыңызда сөзбе-сөз бердік. Ол жерде жаңа меморандум бұзылады деген біздің материалымызда да, сіздің постыңызда да жоқ, иә? Шыққан жоқ. Бірақ дегенмен бірінші пункт сіздің постыңыздағы адамға сонда екідай ой қалдырады. Ол біреуі жаңағы бірінші кезекте меморандум бітті, Сбермен жұмыс жасалмайды әрі қарай деген әңгіме. Енді сіз осы мәлімдемені қандай да бір инсайд арқылы жоғары жақтан бір әңгімелер естіп жаздыңыз ба? Бірінші пункт мен міне ашып отырмын. Бірінші пункт оқып берейік. Сбербанк не будет заниматься дальнейшей цифровизацией Казахстана, как, видимо, изначально планировалось. Дальнейшим цифровым развитием нашей страны будут заниматься исключительно казахстанские IT-компании. Это тектонический сдвиг в позиции правительства, и я думаю, что это заслуга активного гражданского общества, то есть нас с вами. Алғаш рет қыркүйектің басында Путин мәз болып тікелей эфирде қалай деді? Енді Қазақстанның цифрландыру жұмысымен Сбербанк айналысады. Дұрыс па? Бәріміздің шашымыз тік тұрды ол кезде. Енді біздің Қазақстан IT компанияларымыз қайда қалады? Олардың деңгейі төмен емес, олардың рейтинг, әлем бойынша рейтингтері өте жоғары. Неге олар айналыспайды деген сұрақтарды қойды ғой жұрт. Дұрыс па? Енді міне олай Сбербанк айналыспайды екен, олардың мамандар айналыспайды, тек қана өзіміздің IT компанияларымыз айналысады. Ол өзгеріс па? Өзгеріс. 24 күні Мусин, Бағдат Мусин қазақ белсенділерімен кездесуден кейін қорытындылап пост жазған. Ол постта, ол жаңағы сіздің постыңыз екеуін салыстырған кезде екеуіңіздің 5 пункт бірдей өзі. 6-шы пункт, яғни сіздің бірінші пунктіңіз бөлек, және ол кісіде айырмашылық посттағы бірақ пунктте. Бірақ пунктте. Иә, бірақ пунктте айырмашылық біз зерттеген кезде. Бірақ Бағдат Мусин солай жазған кезде адамдар ондай бір реакция білдірген жоқ. Ал сіз бұлай жазған кезде адамдар қатты шулады, мысалы. Шулатып жібереді. Неге? Бұл неден деп ойлайсыз? Бұл дегенмен андай бір сенім лимитінің билік өкілдеріне де түгесілуі ма? Әлде мысалы блогерлерге, қоғам өкілдеріне адамдар көбірек сенеді, көбірек реакция білдіреді? Құрметті мөлдір қарындасым, бұндай сұрақ маған емес, жұртқа қою керек қой. Өйткені мен айтып отырмын, осы 3-4 пункт ол келіссөздеріміздің нәтижесі. Мысалы, мен қазір 24 қазанда жазған постымды ашып берейін, мен былай жаздым. Я против того, чтобы государственной цифровизацией Казахстана, тем более нашим ЕГОВ, занимались бы российские или китайские, или американские, или европейские, или какие-либо другие организации, банки, фирмы и так далее. Я считаю, что мы в достаточной степени развиты, чтобы дальнейшей государственной цифровизацией Казахстана занимались наши собственные компании. Қазанның 24-ті. Ол менің талабым болды, сұрағым болды, өтінішім болды. Қалай десеңіздер, осылай айтыңыздар. Міне, қазір бұндай бірінші шарт деп айтуға болады, не орындап отыр. Құдайға шүкір, Мусинге рахмет, басқаларға да. Сбербанк мамандары біздің цифрландыру жұмысымен айналыспайды. Тек қана, исключительно деп айтты, тек қана біздің IT компанияларымыз айналысады. Ол қыркүйектің басында біз бәріміз естіген ақпараттан айырмашылық бар ма? Бар ма, жоқ па? Бар ғой енді, қалай бар? Путин қалай деп айтты? Теперь Сбербанк будет заниматься цифровизацией. Мәз болып бізге бәрімізге жариялады ғой. Міне олай емес, өзіміздің компанияларымыз айналысады. Келесі, біз мына детальный разбор жасап алайық. Детальный разбор. Мына $500 миллион туралы. Қыркүйектің басында мынандай ақпарат шықты ғой. $500 миллион біздің үкіметіміз Сбербанкқа төлемек. Осы платформа үшін. Рас па? Солай ақпарат шықты ғой. Біз бәріміз наразы болып, оның ішінде мен де бармын, наразы болып бірінші пост жаздық. Не үшін біз осы $500 миллион Сбербанкқа төлеуіміз керек осы?
Дұрыс па? Енді Бағдат Мусиннің сөзінше осы өткен аптада сәрсенбі күні былай деп айтты. Осы 500 миллион доллар біріншіден Қазақстан IT компаниялар айналысқаннан кейін, сол IT компаниялардың разработчиктерлеріне, яғни жұмысшыларына, IT мамандарына айлық ретінде төленеді. 5 жыл бойы. Бізге дейді, мына платформаға көшу үшін кемімен 1000 айтишниктер керек болады. Олардың деңгейі жоғары болу керек, өйткені айтишниктердің нарығы өте сондай тұрақты емес та, өйткені айтишник Канададан, Америкадан тапсырма алуы мүмкін, егер аналар жақсы ақша төлесе. Сол үшін біз айтишниктерімізге, яғни Қазақстан азаматтарына, ол өте маңызды, ең кемімен 3000 доллар айына төліп отыруымыз керек 5 жыл бойы. Енді калькулятор алсақ бәріміз, 1000 айтишник, мейлі 3000 доллар айына, сосын 12-ге көбейтсек, сосын 5 жылға көбейтсек, сонда ол 180 миллион доллар болып шығады. Бірақ кейбіреулер ол 3000 доллар ол ең кемі, ең аз айлық. Кейбіреулер 4000 доллар алып отырады, кейбіреулер 5000 доллар алып отырады. Өйткені сапалы мамандар осындай қымбат болады. Яғни осы 500 доллардың 200 миллион доллар елімізде қалады деген сөз. Біздің балаларымыз, мына айтишниктер айлық алып отырады. Ол да үлкен өзгеріс деп есептеймін. Яғни 500 миллион доллар Сбербанкқа кетіп қалмайды. Тағы бір шарт. Мен бұны қазанның 24-сінде жазғанмын. Екінші пункт менің постымның. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы базы данных наших граждан были доступны иностранным государствам, банкам, фирмам и так далее. Наши базы данных должны быть надежно защищены от иностранного вмешательства, влияния и даже простого доступа. Храниться наши базы данных должны только на специальных защищенных серверах, только на территории нашей страны, на режимных, охраняемых спецслужбами объектах, причем без выхода в интернет, через которые идут утечки информации и хакерские атаки. Енді өткен аптада бұл да бір шартты Мусин растап отыр. Мына 500-дің тағы бір шамамен 200 миллион доллар бұндай серверларды салу үшін Қазақстанның территориясында бөлінеді. Мысалы, біз данныйларымызды жесткий дискпен немесе флешкамен алып жүреміз ғой. А бұл жерде Қазақстанның түгел бәріміздің данныйларымыз. Бірнеше осындай серверлар салынатын болады. Ол тағы да, мысалы, мына осы 500 миллион доллардың тағы шамамен 200 миллион доллар тағы да елімізде қалады. Сбербанкке кетпейді. Ол айырмашылық па, жоқ па? Менің ойымша ол айырмашылық. Сол үшін мен оны жаздым. Ал енді қалған 100 миллион доллар қалай жұмсалады? Біз қазір оғанда бұл ақпаратқа да қол жеткіземіз деп есептеймін. Бұл туралы ештеңе айтылған жоқ әзірше. Жалпы сарапшылар кеңесінің жаңағы жиыны неше сағатқа созылады сіздерде? Бірінші рет біз 1,5 сағат отырдық. Бағдат Мусин мырза осы отырысымызды ашты. Мынандай пункттерді айтты. Өйткені дәл осы пункттер бойынша біз келіссөз жүргіздік. Растады. Сосын оған премьер-министр телефон шалды. Ол айтты, мен енді кетем, өздерін отырыңыздар. Қасындағы бір жігіт әрі қарай жүргізді. Мен мәжіліске, үкіметке кетіп қалды. Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, жалпы сарапшылар кеңесінің жиынынан кейін ешқандай да ақпарат таратпайды министрлік. Бізге ол ақпарат өте маңызды. Сіз ғана қазіргі уақытта ақпарат беріп отырған жалғыз көз сіз ғана. Сосын журналистер сізге сілтеме жасамағанда басқа кімге сілтеме жасайды. Менің бір ұсыныс білмеймін, ойым, мысалы, осы цифрландыру министрлігі неге өзінің Фейсбуктағы ресми парақшасында осы сарапшылар кеңесінің жиынын тікелей эфирге шығармасқа? Өте орынды сұрақ. Жалпы кейбір журналистер менен сұрайды, неге осы тек қана сізді кіргізіп отыр? Сіз немене?
Байбишеден тудыңыз ба? Неге тек қана сізден, е? Мен бұларға мынандай жауап бердім. Ана 15-ші қыркүйек, мен сіздің сөзіңізге жауап беремін да. 15-ші қыркүйекте министр Мусин мырза пост жазды. Өйткені ол кезде есіңізде болса, мына наразы толқын қатты болды да. Ол айтты, мен сараптама кеңесті ашам, сол жерге келіңіз талқылайық деп жазды, есіңізде болса. Ол қыркүйектің 15 күні. Дұрыс па? Рас қой? Енді мен алдымда сол посттың астында мынандай коммент жаздым. Я бы хотел участвовать в этом экспертном совете. Деген коммент жаздым да. Күндіз жаздым. Ол шыққан соң мен бірден алдымда жаздым. Күндіз жаздым. Таңертең тұрсам, түнде, оказывается, Мусин мырза маған жауап берді. Мәке, сізді кіргіземіз деп. Түнде, сағат 4-те ма, түнде. Сол үшін, сосын мен ол туралы пост жаздым. Мен осындай ниет білдірдім. Сосын міне, мен сізге көрсетейін. Ол коммент менің комментім. Ол Фейсбукта маған жауап берді. Мен сізді кіргізем, мінекей. Окей, включим. Көріңіз бе? Сондықтан мен сразу, не отходя от кассы дейді ғой, мен сразу келісіп алдым. Өйткені мен бармасам, мен білем, осындай жабық болады. Сосын мен не үшін Астанаға келіп отырмын? Осындай жұмысқа ішіне кіру, сосын сіздерге ақпарат беру ғой. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, Мүнсериап ақпарат бермей жатыр. Дұрыс па? А мен болмасам тіпті ақпарат жабық түрде болатын еді ғой. А сіз оларға ұсыныс айта аласыз ба келесі отырыста Фейсбукке тікелей шығайық деп? Талқылауды жұрт ашық көрсін? Былай болды, құрметті Мөлдір қарындасым, мына кім? НИТ-тің бастығы Ростислав атты жігіт былай деп айтты. Керісінше NDA деген келісім шартқа бәріміз қол қоюымыз керек дейді. Мен сұрадым, онда қалай мен сонда адамдарға қалай жеткізіп отырам, немен айналысып отырмыз? Ол айтты, жоқ, ол сізге қатыс болмайды. Бірақ бұл жерде біз технологияны талқылаймыз ғой. Сол технология, ол құпия технология. Мен айттым, мен технология туралы ешіне жазбаймын, өйткені мен түсінбеймін де технологияны. Бірақ не талқыланып отыр, халыққа маңызды ақпаратты мен беріп отырам деп келістік. Цифрландыру министрлігінің жанынан құрған сарапшылар кеңесінде неше адам? Так, мен арнайы келесі күні тізімді жариялап қойдым өз парағыма. Кім кірді, қанша адам, мен қателеспесем 17 адам, немесе 20 адам кірді. Ішінде айтишниктар? Айтишниктар бар, басқалар бар. Айтпақшы, сарапшылар кеңесінің мүшесі болған үшін сізге ақша төлей ма? Айтпақшы, осы төлемейді, білесің бе? Ол төлену керек деп ойлаймын негізі. Өйткені ол жұмыс қой. Неге төлемейді осы? Түсінікті. Бірақ өкінішке орай, мен ондай сұрақты енді ол қалжың ғой, бірақ мен ондай сұрақты қойғаным да жоқ. Жер комиссияда отырған кезде де төлеген жоқ. Кейбіреулер жазды, Мұхтар 1 миллиард теңге алып кетті ғой деп. Мен сол кезде сұрадым, жігіттер, айтыңдаршы, қай подъездге кіріп, мен соған ақшаны қай жерден алуым керек осы? Жартысын бөліп тастайын мен сендерге. Түсінікті. Енді менің ойымша сіздерді біраз талқылаған сияқтымыз, бас ашылған сияқтымыз. Білмеймін, басқа сұрақтарыңыз болса, мен дайынмын. Келесі сұрақ енді бүгін ұлттық валюта күні. Теңгеміздің туған күні, теңгеміздің айналып өткен бір түрлі ол сұрақты. Осы жұма күні Қаржыгерлер конгресінің жиыны болған кезде Үміт ханым айтып кетті. Қазіргі уақытта менің әпкем ба? Сіздің әпкеңіз айтып кетті. Не деді? Қазір біздің экономикада рубльдану процесі жүріп жатыр деді. Бұрын долларға байланған теңге қазір рубльға тәуелді, өйткені Ресеймен тығыз қарым-қатынас, одан импортталатын тауарлар және оның ақыры біздің кәсіпкерлердің кредитті Ресей банктерінен рубльмен алуына әкеліп отыр деді.
Жалпы осыған қатысты сіздің пікіріңіз? Енді менің Үміт ханым, менің әпкем болған соң енді ол ақылды болу керек қой. Иә, бірақ негізі дұрыс айтып жатыр. Қаупі қандай? Қаупі бар, ол дұрыс айтып жатыр. Былай экономика көзқараспен қарасақ дұрыс айтып жатыр. Неге? Өйткені біз осы кедендік одаққа алдымен, сосын барып Еуразиялық бірыңғай аймаққа кіргеннен кейін біздің экономикамыз осы Ресей экономикаға қатты тәуелді болып кетті. Рас, өйткені кедендік одаққа кіргеннен кейін біздің сыртқы бәш салықтарымыз Ресейдің таможенный кодексіне 92%-ға лайықты болды да, былай, сәйкес бір-біріне. Оның кесірінен біздің орташа бәш салықтарымыз 2 есе көбейіп кетті. Бұрын кедендік одағынан бұрын 5% деңгейінде болды. Сосын кеден одаққа кіргеннен кейін 3 есе көтеріліп, орташа деңгей 15% болып кетті. Яғни біз басқа елдерден жабылып қалдық деп айтуға болады. Сол үшін біз тек қана Ресейдің экономикасына тәуелді болып қалдық. Әлбетте, сол үшін мына біздің бизнестеріміз, олар рублевизация не үшін болып жатыр? Осы тәуелдік пайда болғаннан кейін әлбетте рублевизация болып жатыр. Ресейдің, мысалы, орталық банкінің негізгі ставкасы 4 және 25%. Бізден арзан, иә? Кредит сұрақнаған тиімдірек қой. Жай арзан емес, 2 есе арзан болып тұр ғой. Яғни оларға кредит алу өте оңай. Ал біздің негізгі ставкамыз 9%-дан жоғары. Яғни біздің бизнесмендеріміз кредит алу үшін 2 есе қиын болып тұр да. Ол тек қана былай бір бөлім, проблеманың бір бөлімі ғана. Еуразия экономикалық одақ құрылуы, кедендік одақтың кодекстің ортақ қабылдануына сіз о бастан қарсы болған адамсыз, иә, білеміз бұрыннан. Бірақ бәрібір тарихи тұрғыда Ресей біздің мысалы көршіміз, иә. Кезіндегі мысалы Шайбан шахтан бөлініп көшкен Керей мен Жәнібек ұқсап, біз қазір іргемізді, жүгімізді жинап кетіп қала алмаймыз. Ең жақын көршіміз және ең үлкен көршіміз, алыс беріс, барыс келіс бәрібір болады. Осындай жағдайда біз қалай алыстан сыйласа аламыз? Мысалы, ішкі шаруамызға араластырмай, экономикамызды дербес ұстап, бұл мүмкін ба? Біздің шенеуніктер не істеу керек? Ол үшін шенеуніктер экономиканы оқу керек, біріншіден. Ол мына халықаралық экономика, ол менің тікелей маманым. Сол үшін мен 9-шы жылы, 10-шы жылы біраз мақала сұхбат шығардым осы кедендік одаққа қарсы. Сол кезде кейбір біздің білгіштер ойбай, мына ұлтшылдар топас екен, экономиканы түсінбейді екен, дүниежүзі интеграция жасап жатыр, ал мына тек қана біздің осы нацистер, нацпаттар, ұлтшылдар сол кедендік одаққа қарсы. Мен былай жауап берем. Дүние жүзінде ешқандай интеграция процесі жоқ. Ешқандай. Мына Европа болмаса. North American Free Trade Association деген бар, нафта. Америка құрама штаттары, Канада мен Мексика. Бұларда free trade. Еркін сауда. Дұрыс па? Ешқандай кедендік одақ жоқ. Еркін сауда аймағы мен айырмашылығы неде? Еркін аймақ саудада сауда жасау үшін ешқандай бәш салықтары жоқ. 0. 0. Пошлина 0. Біздің осы аймағымызда, ТМД елдеріміздің арасында бастан 91 жылдан бері осы бәш салықтары 0 болатын. Бірімен бизнес жасау, инвестиция жасау, ешқандай кедергі болған жоқ. Өйткені бәш салықтары 0 ғой. Сосын
защита инвестиций, избежание двойного налогообложения деген түгел осы режимдер бізде болған. Бізде оған басқа кедендік одақ құру қажеті болған жоқ. Өйткені кедендік одақ деген не ол? Ол келесі қадам, яғни түгел осы ортақ бәш салықтар бірдей болады. Мысалы, Ресей өз автокөлік нарығын қорғау үшін сол автокөліктерге бәш салықтарын жоғары ұстайтын еді бұрын. Қазір де солай. Ал бізде о кезде, тем более о кезде бізде ешқандай мына автокөлікті шығаратын заводтар болған жоқ қой. Біз үшін мына жоғары бәш салықтар не үшін қажет болды? Ол тек қана халыққа кедергі әкелді. Өйткені автокөліктер қымбаттап кетті ғой. Біз кімді қорғаймыз? Бізде заводтар жоқ қой. Дәл осы ол тек қана бірақ мысал ғана. Былай басқа нарықтарды қарасақ, дәл осындай жағдай. Өйткені өкінішке орай Қазақстанда дайын зат шығарылмайды. Бізде мына жиһаз, немесе мына чемодан, носки шығармайды ғой енді, шыны керек. Бұнда экономикаға бәш салықтарды жоғары ұстау, ол инфляция тудырады. Инфляция тудырады. Яғни халық үшін бағалар жоғары болады. Не үшін? Ешқандай мағына жоқ. Мен бұны 2009-10 жылдары айтып жүрдім. Бірақ өкінішке орай біздің данышпандарымыз бәрібір бұндай келісім халыққа тиімсіз, тіпті зиянды деп айтайын, келісім шартқа қол қойды. Міне, оның салдарынан, оның кесерінен бізде рублевизация болып жатыр. Ол кеше ғана пайда болған үрдіс емес қой. Рублевизация басқа түкті қазір шығарылмайды. Өйткені біз бәріміз осы Ресейдің экономикасына тәуелді болып қалдық. Бірақ біз ұлтшылдар, осы қалай нацпаттар деп айтайын, біз бұны уақытында айтып үлгердік. Бізге қандай айып? Түсінікті. Ал енді оны кері қайтару процесі болмай ма? Болады, меніңше әлбетте болады. Өйткені кез келген империя ол ерте ме кеш пе ыдырап кетеді. Біз бұны көреміз ба жоқ па айта алмаймын, бірақ та ондай тарихи үрдіс болады. Оны ешкім тоқтатай алмайды. Тарих деген дөңгелек қой. Бұл дөңгелекті ешкім бұлай жылдамырақ итере алмайды, бірақ тоқтатай алмайды. Ол өз уақытымен болатын нәрсе. Уақыт келгенде құлай. Енді сол тақырыпты айтып жатыр екенбіз, Ресей туралы. Лавровтың соңғы мақаласына қатысты сіздің ойыңыз, жаңа ксенофобиясы бар, басқасы бар, бәрінен қызығы жаңағы ол ұлтшылдардың сырттан қаржыландыратын тура айтты. Бұған қандай ой айтасыз? Қысқа да нұсқа. Күлкілі болса да. Күлкілі енді шында да. Ресей қазір өте сондай өте қауіпті бір состояниясында. Әйелдердің бір истерика болады ғой, енді. Жаман әйелдер, жақсы әйелдерде ондай жоқ әлбетте. Бірақ жаман әйелдер истерика болады ғой, тоқтата алмайтын, ол сол секілді болып тұр, маған солай көрінеді. Өйткені қайда Қазақстанда орыс тіліне ешқандай шек жоқ қой. Ешқандай шек жоқ қой, ешқандай кедергі, қайда болсын, Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Мысалы, Ресей Азербайжанға бұндай айып айтпайды, Арменияға бұндай айып айтпайды, Тәжікстанға айтпайды, Қырғызстанға. Неге бізге тиісіп жатыр осы? Мен соны түсінбеймін. Қайда Қазақстанда бізде қазақша сөйлей алмайтын министрлер бар ғой. Ал депутаттарды айтпай-ақ қояйын. Премьер-министрдің өзі қалай қазақша сөйлейді өзіміздің, еліміздің. Ал бізге қандай айып осы? Дұрыс па? Сонда бұл арқылы олар нені білдіргісі келеді? Әлбетте ол саяси қысым деп білем. Біз дайындалуымыз керек. Қазақстан мемлекеті бойынша біз дайындалуымыз керек. Кез келген нәрсе шығып қалу әбден мүмкін. Сондықтан біз дайын болуымыз керек.
түсінікті. Иә. Солтүстікте сондай жаңа қауіпті сценарий қайталануы мүмкін деп ойлайсыз ба сонда? Енді Ресей болса, мысалы, міне Крымды өзіне алып алды ғой. А Украина Ресей үшін ол бауырлас ел ғой. Ал керек болса бізге де осылай тиіспейді деп кім кепіл бере алады? Мен ондай кепіл бере алмаймын өз басым. Сондықтан біз мықты болуымыз керек. Тәуелсіздік ол тек қана сөз ғой. Ал бұл сөздің ар жағында мағына болу керек қой. Біздің экономикамыз мықты болу керек, тәуелсіз. Әскери күштер мықты болу керек. Басқа идеология мықты болу керек. Ақпараттық қауіпсіздік болу керек. Осыда түркі кеңесі жайында айтып кетсек, түркі кеңесі атауын өзгертті, түркі ұйымы деп. Бұл атаудың өзгеру бізге не береді, қандай плюстары, минустары бар? Ұтымды тұсы біз үшін. Енді ол Мұстафа Шоқай атамыздың арманы болды ғой. Ататүрк атамыздың арманы болды. Ол жаңалық мен үшін өте жағымды жаңалық. Және де осы былтыр орын тапқан Азербайжан мен Арменияның арасында соғыстың нәтижесінде түркі әлемі енді бірыңғай болды деп ойлаймын. Себебі мына Нахичевань-Аргазумский коридор дейін ма, сондай бір неме. Нахичеваньға дейін енді автокөлік, теміржол, оптоволокно, оның бәрін тікелей Түркияға кетеді, Азербайжаннан. Яғни Босфордан бастап, мына Урумчиге дейін түркі әлемі енді сауда жасай алады. Бұндай мүмкіндік бұрын бізде болған жоқ. Ол үлкен жетістік деп білем. Ол Азербайжан бауырларымызға үлкен алғыс. Мына 3000 шахид болған Азербайжанның шахидтеріне тағзым. Олардың арқасында енді түркі әлемі бірыңғай болды. Ол үлкен күш. Жалпы түркі логистика жағынан. Енді біздің бабаларымыз сол логистик. Бұл адамдарға тек қана бір рухын көтеріп қана қоймай, бір экономикалық шынында да бір пайда келу керек шығар енді. Енді мен соны айтып отырмын. Сол жақсы екен, осыны білу керек. Мен соны айтып отырмын. Және де біздің бабаларымыз осы логистика, транспорт арқасында өмір сүріп жатты ғой. Ана шелковый путь дейміз ғой, Римнен Пекинге дейін. Біздің бәш территориямызға кіргенде ясақ сатып алады да, жасақ. Сатып алады бір рет. Сол осы караван Римге дейін қауіпті түрде жетеді. А ол кезде сол караванның бүгінгі ақшаға қарағанда 2-3 миллиард доллар. Өйткені Қытайдан сондай сауда бір караван. Мысалы ол фарфоры бар, шок бар, дұрыс па? Қағаз, дәрі, қаншама дәрі болды, мына Қытайдан неге? Европаға дейін ғой. Маржан, дұрыс па? Жемчуг. Маржан, осындай не? Айтпақшы шәй, да. Дұрыс па? Өтте сондай дефицитный заттар Европаға кетіп барды. Ал Европадан алтын, сондай не нәрселер. Сонда біздің бабаларымыз логистикамен өмір сүрді. Крет, сосын саудагерлерге ешкім тиіспейтін. Сол үшін қазір де осындай жаңадан... Қауіпсіздікпен жолды қамтамасыз ету арқылы күн көрді дейсіз ғой. Қазір соны бүгін пайдалануға болады, Әлбетте, қазір де дәл осындай жол ашылып жатыр. Ол үлкен жетістік деп білемін. Сіз осы уақытқа дейін хабарда шығарсыз, 10 ұлттық жоба қабылданды ғой жақында. Қазан айы, қыркүйекте ме? Қазан айында президент қол қойды. 2021 жылға дейін жалғасады, яғни 4 жыл алдағы. Оның бюджетімен таныссыз ба, әлде жалпы бұл біздің экономиканы құтқара ала ма, 10 ұлттық жоба? Мен сол жобалар туралы ақпарат шыққаннан кейін тағы да Фейсбукта жаздым. Мына кімгеше Арман Евниевқа, осы жоба офистің басшысына. Мені кіргізіндерші, мен де қарайын, бұл жұмысты, мен көрейін. Ол шынайы жұмыс па, жоқ па? Мен барайын, мен сол үшін Астанаға келіп отырмын ғой.
ол мені кіргізді, доступ берді, мен қазір соны бақылап жүрмін. Күнде 1 сағат осы Zoom арқылы конференция өтіп жатыр. Қандай қызықтар айтылуда онда? Әзеше сондай үлкен бір қызық нәрселерді байқап көрген жоқпын. Қазір ғана басталды. Әрі қарай көре жатармыз. Егер бір қызық жаңалықтар пайда болса, мен оны тағы да жазамын. Сіздер бұны тағы да жариялайсыздар. Елді тағы да шулатып жібереміз. Сосын мен сіздерге тағы да келіп, осындай түсініктеме беріп отырамын. Түсінікті. Жалпы сіз сол жобаның қайдан шыққанын білесіз ба? Сол жоба мен білуімше бұрын стратегиялар болды ғой. Стратегия, бұндай стратегия, анандай стратегия. Оның орнына осы бүгінгі президент Тоқаев мырза, оның орнына ең жоғары экономикалық кеңес бар ғой. Сол жерде жариялап, енді мына 10 ұлттық жобаны бекітіп алды. Мен білуімше солай. Бізде одан да қызық бір дерек бар. Жақын күндер сайтта жарияланады. Жалпы бұл 10 ұлттық жобаның қайдан шыққаны туралы бір мақала. Оқып көрсеңіз болады, қызық деталь. Елді тағы да шулатып жіберіп отырсыңдар ғой. Иә. Енді біздің шенеуніктерге келсек осы жерде. Жалпы сіз енді көретін шығарсыз, мысалы біздің министрлар, әкімдер, журналистерден сенат қабырғасында, үкімет қабырғасында қашады. Сұрақ қойын деп жатса, ат тондарын ала қашады, үркіп қашады жаңағы. Соны қалай, соған қандай бір сипаттама беруге болады? Мен бұларды осы қандай диагноз бұл? Түсінбеймін. Сіздер мені шақырған кезде мен қуана жетіп барам, иә? Мысалы, 45 минут жеттім ғой, пробкада тұрып, бәрібір мені шақырды, мен барам деп келіп отырмын. Бұлар қашпау керек, себебі журналистердің алдында жауап беру олардың міндеті. Ол менің де міндетім деп білемін. Мен мысалы саясатпен айналысқаннан кейін мен түсініктеме беруім керек, өйткені ол менің міндетім. Ал егер министр мырза мысалы, немесе премьер-министр журналистен қашса, ол үлкен, қалай деуге болады? Енді ол үлкен масқара деп айтуға болады. Сөйтіп қашып пысып жүріп, ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев бізге өткенде азық-түлікке айына 50 000 теңге жұмсаймын деген аузынан сөз шығып кетті. Бірақ оның бұл мәлімдемесі көпшіліктің бір күдігін туғызды. Жалпы сіз өзіңіз айына азық-түлікке қанша жұмсайсыз? Өз басым ба? Отбасыңыз. Менің әйелім жұмсайды. Менің мысалы қанша сүт тұрады, немесе қанша нан сұрайтын болсаңыздар, мен оны білмеймін. Себебі әйелім барып тұрады да әкеледі. Бірақ енді әңгіме болатын шығар үстел басында, мені қымбаттап кетті деген әңгімелер бола ма? Мен дәл сұрағыңыз өте орынды болып тұр. Ана жолы келеді маған фотография, фотосурет жібереді да маған. Бұрын дәл осындай корзинаға мен 40 000 төлейтін. Қазір 73 000 төледім дейді. Бұл не масқара дейді маған. Менің әйелім осындай не жіберді. В общем, шағымданып жатыр дейсіз ғой, үйдегілер. Қымбатшылыққа. Қазір әлбетте қымбатшылық. Жарайды, менің жағдайым енді Құдайға шүкір бар, бірақ мен білем ғой, ауылда қазір азық-түлікті сатып алу үшін қарызға беріп отыр ғой. Дәптерге жазып алады, сен сүт алдың, сен нан алдың, сонда жазып ал, сосын пенсия келген кезден мына азық-түлік дүкеннің иесі барып жинап алайды ғой ақшаны. Сүйікті деп айтпай қойайын енді, бірақ ең сондай таңғалатын министр осы менің үшін. Экономика. Мен өткені адамның бір зрелость болу керек та. Зрелость бар ғой ол. Мен экономиканың білімін айтпай қойайына зрелость болу керек та. Баланы қалай министрге болып отырғызуға болады, осы мен таңғалам да. Ол бала ғой әлі. Сосын не ғой, министр болу үшін менің ойымша, адам региондарды білу керек. Ал кабинетке бұлай көтеріліп министр болу, ол күлкі нәрсе. Сен региондарды білмесең, онда сен Қазақстанды білмейсің деген сөз. Бұлар қалай? Бизнес-классқа отырады, жетіп барады Алматыға. Бұл жерде Мерседес қарсы алады,
үйге барады, болды, ол көрген ана Қазақстанды көрген осы ғана. Бір жерге барса, Нұр Отан бір жиналыс өткізеді, бәрі тамаша солай. Бірақ ол шынайы өмір емес қой. Мен кейде ойлаймын да, осындай министрлерді алып, бір түлкі басқа былай бір аптаға қалдырсақ, түлкі бас немесе ана Маңғыстауға Шетпе деген ауылға бір аптаға жалғыз оны ғана қызық болар еді. Өйткені жергілікті халық біріншіден қазақша сөйлейді, мыналар қазақша сөйлемейді, сосын бұлар шынайы өмірді көретін еді. Анда-санда солай сөйту керек мына министрлерге, мен айтарым. Бірақ бұндай әлсіз министрлер олигархтарға тиімді. Мен сіздерге айтайын. Өйткені олигархат бұндай бала министрге не айтса, сол министр соны істейді. Ол сол министрлік лауазымына отырып алып, соншама мәз болып, мына олигархатқа айта алмайды. Сен бауырым тоқтай тұр. Біз халыққа тиімді шешімдерді шығаруымыз керек. Сендерге емес. Айта алмайды. Өйткені оған адами зрелость керек. Зрелость деген бар ғой сөз. Қазақша қалай зрелость осы? Даналық. Өткенде ғана бізде бір материал шықты, үлкен сараптамалық. Ол жерде Қазақстандағы кедейлікте бір ғана атау беру аздық етеді деп жазды біздің сарапшы. Өйткені Қазақстанда кедейлік қазір категорияға, ол мәселені шешу үшін кедейлік мәселесін категориямен бөліп қарау керек. Тұратын баспанасы жоқ, ішетін асы жоқ, жаңағы киетін киімі жоқ деген сияқты. Ол ішетін асы жоқ, киетін киімі жоқ деген жаңағы кәсіп ретке күн көріп жүрген адамдар, баспанасы жоқтар белгілі. Жалпы Қазақстанда кедейлік өсіп барады деп ойлайсыз ба? Біз кедейленіп барамыз ба? Әлбетте. Оны неден байқауға болады тағы да? Адамның хәл ахуалын білетін келсе, тістеріне қара. Солай ма? Енді рас қой. Егер адамның өз тісін жөндеуге мүмкіндік жоқ болса, онда сол адамның хәл ахуалы белгілі ғой. Ауылға барып адамның тістеріне қарайды. Кедейшілікті жену жолдары бар. Экономистер бұны жақсы біледі, тек қана мен емес. Тек қана оны жасау үшін жігер керек, табандылық керек, ниет керек алдымен. Оны бәрін жасап, 1,5 жылдың ішінде бәрін жөндеп беруге болатын еді. Біз өте бай елміз. Өте ерекше бай елміз. Кувейттен де баймыз. Бірақ халқымыз соншама кедей. Біздің елімізді тонап жатыр. Кез келген бюджеттік бағдарламаны қарасаңыздар, ол бекер кетіп қалып жатқан ақша. Міне кешені футбол туралы жаздым. Несіл ақша дейсіз? Мысалы футбол. Кез келген сала ол тонау үшін жаратылған бағдарлама деп айтуға болады. Кез келген. Мына бағдарламасаң қырғын ақша. Ол керек жоқ соншама ақша. Не үшін? Тек қана ұрлау үшін. Басқа жауап жоқ. Оны тоқтатсақ, ауыл кімге керек? Олигархатта керек қой бұл. Ауыл шаруашылығын алсақ, басқа. Олигархат байып бара жатыр, халық кедейіп бара жатыр. Бұны тоқтатуға тек қана ниет қана керек. Болды, басқа аса бір данышпан, ғылым да осы жерде қажеті жоқ. Менің сүйікті ұстазым осы Лешек Бальцерович, кәдімгі профессор, экономиканы дәріс беріп отыратын профессор. 1 жылдың ішінде Польша 10 жыл әскери ахуалда тұратын ел. Нан, шай, сабын, карточкамен беріп отыратын. Военное положение 10 жыл. Комендантский час кәдімгі. Бұнда елді 1,5 жылдың ішінде онынан шығарды ғой. Сосын бірінші вице-премьер бола тұра бізге бәрібір дәріс беріп отырды. Бәрібір уақыт тауып беріп отырды. Экзамен қабылдап отырды. Сосын мына лауазымнан кеткен соң бізге оралып келді толығымен. Сол бұрынғы 3 пәтерде қалды. Біздің қай бірінші вице-премьер 3 бөлмелі пәтерде тұрады, айтыңдаршы.
Енді сізге жер туралы сұрақ қоймаған бір түрлі. Өйткені жер сіздің басты тақырыптарыңыздың бірі. Осы ұлттық парктердегі біздің жерлерді 49 жылға жеке инвесторларға жалға беріп тастады, иә? Соған қатысты пікіріңіз? Жалға бергеніміз осы 33 гектар ғана. Парктың көлемі, территориясы 200 мың гектар. Біз 300 гектар беріп отырмыз. Ол тіпті жалда емес, өйткені госак бермейміз дейді. Ол тек қана пользование. 49 жыл деген тым ұзақ емес па? 49 жылдан кейін кім бар, кім жоқ деген сияқты? Я ұзақ деп ойлаймын. Негізі алдымен 20 жыл, сосын ұзартуға мүмкіндік ашуға болады. Шарттармен, я 49 жылда бізде болмаймыз ғой, мысалы. Я 49 жыл, ол шынымен де мына Құнанбай мен Абай билеген мерзімі ғой, былай айтса, немесе ол өте ұзақ, әсіресе 50 жылда ел жарады, мысалы. Я, ол мына 33 гектар, ол былай тұрсын, бірақ бізде ана ауыл шаруашылыққа арналған жерлер, мысалы, бірнеше мың гектар болуы мүмкін ғой. Онда 49 жыл тіпті ұзақ мерзім, келісем онымен. Бірақ оған басқа да бір қауіп бар ғой. Сол 49 жылдан кейін мына фермердің мұрагерлері ешқандай конкурссыз тек қана арыз жазып, сол мерзімді тағы да 49 жылға ұзартуға мүмкіндік бар ғой. Мен оған қарсы шықтым, мына сәуір айында мен қарсы болдым, бірақ өкінішке орай сүйікті үкіметіміз мынандай норманы қалдырды. Яғни 49 жыл біткеннен кейін мұрагерлікке тастап кете алмай жол жерді. Сосын арызбен тағы да ұзарту. Онда қалай, онда басқалар қалай қол жеткізе алады? Бұл тетік жаңағы адамға жерді меншіктеп беріп тұр ғой. Солай болып тұр ғой. Антикордың соңғы ауыл шаруашылығы министрлігіне қатысты мәлімдемелері, субсидияға қатысты болып жатқан оқиғаларға жайлы пікіріңіз, жалпы жаңағы белгілі бір компанияларға алып келе жатқан субсидияны тізімі жариялады. Бұл қаншалықты бұл? Тағы да лобби ғой енді, бұл жерде. Бұдан қалай құтылуға болады лоббидан? Жемқорлық неден басталады? Неден басталады жемқорлық негізі? Мемлекеттік ақшасын бөлінген кезде сол жемқорлық басталады, дұрыс па? Және мемлекеттік ақшасы бар, және адами фактор бар жерде жемқорлық пайда болады, дұрыс па? Егер шенеунік кімге берем, кімге бермеймін, ол сол адам шешім қабылдайтын болса, онда міндетті түрде сол жерде жемқорлық пайда болады, орын алады. Келісеміз ғой? Енді жемқорлықты жеңу үшін Асқар Мырзахметов мырза 16 ма, 17 жылы сол субсидияны бөліп беретін ережелер, механизмдер цифрландыру жасауымыз керек деп ұсынды Асқар Мырзахметов. Меніңше ол ұсыныс өте орынды болды. Өйткені субсидияны беретін механизм адами факторсыз болатын болса, яғни прозрачный болатын болса, онда шынымен де бұндай механизмде жемқорлыққа жол жоқ, онда орын болмайды. Дұрыс па? Дұрыс. Асқар Мырзахметов алды да бұндай тапсырма берді. Біз бұл механизмді, субсидия беретін механизмді цифрландырайық. Орындалды, оны жасалды. Ол жасаған қаражат министрлігінің информационно-учетный центр деген ұйым бар. Ол жүйе қолдау деп аталады. Қолдау. Қолдау. Бұндай қолдауды жасау үшін инициатива осы Асқар Мырзахметовтың шықты. Мен оны қолдаймын. Бір. Ол ауыл шаруашылыққа бөлінетін субсидия ол неше түрлі болады. Мысалы, банковский ставканы азайту үшін ол бір субсидия. Инвестиционный субсидия, мысалы, бизнесмен, фермер, енді бизнесмен ғой, ол негізгі бизнес ашу үшін субсидия құяды.
субсидия құят, ол инвестиция ғой. Сол инвестицияның бір бөлімі үкімет оған орна қояды. Басқа осындай әртүрлі субсидиялар бар. 70 осы субсидияның 70 жалпы ауыл шаруашылыққа бөлінетін субсидия ол шамамен 360 миллиард теңге жылына бөлініп отыратын. Сол қателеспесем 270 миллиард теңге осы қолдау деген жүйе арқылы бөлініп отырады. Ол инвестиционный субсидия, сосын ана процентная ставка, сосын агрохимия үшін гербицид, пестицид, сондай. Бағыттар. Енді басқа бір жүйе бар. Ол да цифрлық жүйе. Плем КЗ ИАС. Информационно-аналитическая система деп аталады. ИАС. Ол қаражат министрлігіне емес, ол НАНОЦ арқылы ауыл шаруашылық министрлігіне қарайды. Бұлар бөлінетін субсидия, ол малға бөлінетін субсидия. Мына жерде инвестиционная ставка, банковская, мына жерде малға нақты. Бұл ИАС деген жүйе, ИСЖ деген жүйемен беріледі. Жоқ, бірлесіп жұмыс істейді. ИСЖ ол идентификация сельхоз животных деген жүйе. Ол тосын бірлесіп, сол малмен айналысатын фермерлерге субсидия беріп отырады. 19 жылы министр Сапархан Омаров мырза сол субсидия беретін бұйрыққа, яғни ережелеріне өзгеріс жасайды. Приказға қол қойып. Енді мына айтпақшы тағы да бір мына қолдау арқылы берілетін субсидияға бүгінгі таңда осы антикордың претензиялары жоқ. Ал претензиялары антикордың тек қана осы плем арқылы берген субсидияға, ақшаға. Есіңізде болса, кейбір ана салон красоты, СТО мен айналысатын кәсіпкерлер осы малға бөлінген субсидияны алып отырды. Ал өздері малмен айналыспайды. Өздерінің қолдарында тіпті жайылымдар да жоқ, малды өсіру үшін, малмен айналысу үшін. Яғни проблема осы плем КЗ деген жүйеде, ИАС деген жүйеде. Ол қандай проблема? Неге қателіктер осы жүйеден шығып отыр? Не себеппен? Өйткені бұл жүйенің басқа мемлекеттік базаларымен байланысы жоқ, интеграция жоқ. Мысалы, мен Мұхтар Тайжан, барамда арыз жазам. Мен осы малмен айналысып жүрмін, маған ақша беріңіздер. Олар алады да бере салады. Олар мынандай графа бар. Менде жер бар дейін да, өтірік жазамда, мен жер барын дейін да, ақшаны алып қалам. Мына база интеграция болмағандықтан, өйткені жер кадастры бар, сосын жылжымайтын мүлік туралы базасы бар. Жүйе, цифрлық жүйе, ол автомат түрде мені тексеру керек. Менің қолымда біріншіден мал бар ма? Өйткені бұны ИСЖ деген база көрсетеді. Менің қолымда жайылым жерлер бар ма? Бұны жер кадастры деген база көрсетеді. Менде, мысалы, кредиттермен проблема бар ма менде? Оны тағы, мысалы, кредитный бюро деген база көрсетеді. Менде соттармен проблема бар ма? Жоқ па? Оны МВД-ның, жоғары соттың базасы көрсетеді. Менде судимость бар ма, жоқ па? Ол тағы да МВД-ның базасы көрсетеді. Сол негізгі осы цифрлық жүйе кез келген адамды рентген ретінде тексеру керек, одан кейін ғана шешім қабылдай. Осының барлығын айналып өтіп, жаңағындай жүйе құруға кім бұған мүдделі болды және кім оған жол берген? Ұрлаушылар.
Ол қай менің министрдің? ойымша ұрлаушылар, өйткені мына интеграция жоқ база арқылы мемлекеттік қаражатты бермеуіміз керек. Өйткені біз білмейміз ғой, мына адамда шынымен де мал бар ма, шынымен малмен айналысып жүр ме, немесе ол салонмен красота айналып жүр ме, сән сал, немесе СТО-мен айналысып жүр ме. Мына интеграциясы жоқ жүйе арқылы беріп отырды. Бұндай бұйрыққа, мен оны жаздым, бұндай бұйрыққа қол қойған кім? Сапархан Омаров мырза, 19 жылы. Сонда соңғы 2 жылда болған жағдай ғой. Ол 2019 жылға дейін бұндай лазейка болған жоқ па? 19 жылға дейін бұндай лазейка болған жоқ. Енді Сапархан Омаров қазір тексеріліп қайтадан нете ма? Бұл үшін жауап бере ма? Қалай деп ойлайсыз? Мен ойымша ол жүйелі банда болды деп ойлаймын. Өйткені бұндай қырғын ақша, ол миллиардтаған ақша ғой. Банда болды, меніңше оның крышасы бар, мықты. Өйткені мен ойымша бұл адам қамауға алыну керек. Енді министр болды, бұйрыққа қол қойған осы кісі, сол бұйрықтың кесірінен, салдарынан осындай 40 миллиард ұрланды. Сұхбатымыздың соңғы болғаннан кейін бір жеңіл сұрақтан аяқтағым келіп тұр. Жеңіл болғанда жылы сұрақпен жаңа бастадық қой сіздің балаңызға қатысты. Ұлыңыз жаңа Санжар соңғы уақытта жаңа сұхбат беріп жүрді. Форбстан оқыдық, одан кейін BBC-ға шықты. Жалпы Санжар елге келе ма? Осындай Санжар сияқты ақылды, дарынды жастардың біздің жұмыс істеуге біздің елде жағдай бар ма? Жалпы ниеті бар ма? Оның ниеті бар. Президенттің алдында сөйлеген сөзінде айтты бұны. Ниеті бар. Бірақ бұндай жоба елге керек пе деген сұрақ туындайды. Өйткені мен кейде, өйткені Санжар ұсынып отырған технология, ол мысалы бензинмен айналысқан адамдарға қайшы. Өйткені бензин сатып жүрген адамдар, оларға сол бензинді сату керек қой. Ал егер мына арзан, қымбат емес, электрқуатпен жүретін көліктер көбейсе, олардың бизнестері құриды ғой. Бүгінгі, мысалы, ешқандай бұлай қалай деуге болады, мемлекеттен деген ойбай мынау бізге керек екен деп ешкім шығып жатқан жоқ. Әзірше. Бәлкім оның әкесі оппозиционер, сол үшін ба ешкімне онымен жұмыс істегісі келмей ма? Кейде ондай да сұрақ туындайды маған. Өйткені бұндай технологияны Илон Маск бағалап отыр, бұндай технология. А біздікілерге керек емес, мысалы. Солай болып тұр ғой енді. Осындай ойлар маған анда-санда келеді. Егер Қазақстан өзі дайын болса, Қазақстанға бұндай технология керек болса, әлбетте олың осында жұмыс қуана істейді. Ал егер ол осында елге керек болмаса, ешқандай оған интерес болмаса, ол кетіп қалады, мен не істеймін? Енді осында жаймен жай отырмайды ғой. Жалпы біздің Қазақстанда ақылды, дарынды адамдар өз күшімен жетістікке жетер ма? Біз дарындыларды, ақылдарды бағалай аламыз ба? Ол үшін әділетті мемлекет керек. Ол үшін заң баршамызға бірдей болу керек. Бірдей. Сол кезде бәсекелестік адал болады. Сол кезде ең лайықты адамдар шыға бастайды. Бизнес болсын, музыка болсын, журналистика болсын, саясат болсын, бәсекелестік керек қой. Сол бәсекелестік арқасында ел дамиды. Ал бәсекелестік емес, таныс немесе туыс, жек жат, бұлай жолымен адамдар көтерілсе, онда бәсекелестік болмайды. Ал бәсекелестік жоқ ел ешқашан дамымайды. Бұнда ел құриды қана. Маған, мысалы, немесе менің балаларыма тек қана әділетті бәсекелестік керек, басқа ешіне керек жоқ. Осындай не болса, онда
ел тек қана менің балаларым емес, баршамызға адал, әділетті бәсекелестік керек деп ойлаймын. Солай ойлаймын да мен. Мысалы, қарапайым қағидасы. осындай шарт болса, онда ең күшті адамдар шыға бастайды, ең дарынды, ең ақылды адамдар шыға бастайды. Ал егер тек қана блат арқылы шешетін болса, немесе туыс арқылы шешетін болса барлығы, онда ел дамымайды ешқашан. Біздің еліміз неге дамымай жатыр? Өйткені адал бәсекелестік жоқ. Осымен тамам. Аяқтайық. 2 сағаттан Аса жаздық, аса жаздық. әңгімелестік. Ой, рахмет.